Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге Асхат. Короче, достар, қалайсыңдар? Біздің артымызда 9 күн дейма видео шықпады. Потолок, короче. Бүгін біз видео шығарып жатырмыз. Енді не болса да, қандай видео десеңдер, превьюден көргендей, короче. Ешқашан түнгі 3-те топ-1 алушы болма деген видео. Яғни айтқанда түнгі 3-те топ-1 ала аламыз ба деген видео ғой, короче. Давайте достар, арнаға тіркеліп және лайктарында баса отырыңдар. Біз осындай кереметтей контент түсіріп жатырмыз. Так, бізде сағат 3, короче, алып кеттік ал каткіге. Ал енді біз самолетқа келдік. Енді қайға түсеміз десеңдер, әрине біз Clocktowerге түсеміз. Сәл жақындасын, ит тұрамыз да прыжокты бамп ет баса саламыз ғой, короче, кеттік ал. Так, жерден сәл нормаль заттарды алып алайын. Так, АН-94 бар екен. Так, мына жерде МП-40 бар екен. Шамал отат етіп адамдарды өлтіруге барамыз қазір. Ебайт, мына жерде масқара атыс кетіп отыр. Анаң қараңдаршы. Так, мына жерден тұрамыз да басына тиіп кетші. Басына тиіп кетеді. Осы мен база жоқ. Сәл есім жиған аптеканы мынау бәрін қолданып енді. Так, біз мына жерде жүрміз. Енді ана жақтарда адам бар сияқты. Міне көрдіңдер ме? Вот, ана шығып тұр. Мен что-то дұрыс тигізе алмай жатырмын. Енді білмеймін, что-то дұрыс ойнамай қалып. Мен рейтингті еще лагать етіп, в общем, рейтинг көп ойнамаған мысалы лагать етеді. Негізі мына жерден АК-ны алып ала салайыншы. АК дұрыс сияқты. И сосын бас жақта нормально луттар жатқан сияқты лутқа жетіп келейін енді. Сен менің жүрегімнің мазасы. Мен қалай еді, короче, мына жерде ПП патроны таба алайық. Так, мына жерде адам так бір бас кетті. Андай ана қосып так отырып атамыз. Ана бір ұйықтап түсіп, дабей. Ой, хорош, килді біз алып кеттік. База жоқ. Ана жақтан дейтін біреу атты, короче, Ебать, мына жерде бір адам жүрген еді. Прикинь, көз алдымда жоқ болып кеткен ғой. Қаға кетіп қалды анау. Наяқтан Clocktower'дан қашып кетпеген жар енді. Опо, қараңдар, короче, ана жақта дейтін масқара атыс кетіп жатыр ғой. Кеттік атыс патысқа қаяқта болады. Асқат сол жерде жүреді ғой, короче, кеттік ал. Ана адамдар қаяқта өзі вообще таппай жатырмын. Ей, доқташ, ана жерде кассир тұр ма? Кассир тұрған сияқты. Так, алдынан мына мені көрдіңдер ма? Жаман күтіп алдым әнім басына екен. Көт ашып кетті байқысын. Енді маған қарай тіке жүгірмесе еврашка. Так, енді қайтадан Clocktowerге келе жатыр енді. Так, ана жерде бір адам тұр. Так, скармен бағасына жабысып кетті. Мана сол меді. Ана мен келімді дабит етуге сәлек қаған бағана. Арқамнан біреу түсіп кетті ғой. Так, ана алдымызда тұр. Так, біздің настройка что-то кетпей тұр. Есікте тұр. Давай есіктен шық, басыңа беріп тастаймын десең шықпайды ғой. Бұл енді күйдіреді ғой. Қарсы байт етіп тұрасың. Жатып алып гранталар. Мына грантаны лақтыра салайын. Может, осыған телефон лагат етіп сәл жылжитын шығар. Может, тұрған ба, тұрмаған ба білуге болады. Вроде. Так, мынаны атуға что-то жалық сияқты. Пока бұяқта емес сияқты ғой. Кетіп қалды деймін. Так, анау жүр ғой, бәсе кетіп қалған ғой. Басылмай қалған. Секрет кнопка өзіме тиіп кетті ғой. Бағана ата салым керек еді онда. Короче, бағана баланы іздеп жүрсем, анау жүр ғой. Атчаш кетпей жатыр, что-то менде ше. Негізі настройкам дұрыстап кірмеген ғой. Если дұрыстап кірсем, менде настройка вообще топовый еді. Так, енді қараңдар. Стенкамен әлі тұр екен. Так, алдынан күтіп алайық, тасқа шығып па. Алдынан күтіп, қазір көтін айыратын боламыз. Так, анау киіп жатыр. Анау ұшайын деп жатыр. Бауырым, қойсай, ұшпайсың ғой мен алдымда. Так, біздің настройка ұшады ғой. Ана жерде дейтін біреу жүр. Настройка кетпей қалды что-то. Аяқта бір 2-3-4 машина тұр. Аэродроп жақта, короче. Бір адам жүр, қазір көтін айыратын боламыз. Не болса да. Ана духабес машинамен кеп жатыр ғой. Так, теласын атып өлтіргесін. Ятпай қалды. Мына жерде бір мал жүрген сияқты еді. Қайға кетті екен? Вообще, алдына шықты. Так, М40 пен атамыз. Так, бір бас кетті, сенге қоямыз, тапсаймын, ұшамыз. Так, енді ана жерден шығады. Так, М40 пен әдем ұстап алған. Басына так сразу дайып жетеміз. Андай өзін тұрғызып жатыр екен. Аптекамызды сразу жеп алайық енді. Достар, әрине кешіріңдер, біз топ-1 ала алмадық. Енді 2-3-4 попыткадан түсірген жоқпыз почти. Екінші попыткамыз. Бірінші видео тоже нормально шыққан. Просто ол кезде килдарым онша емес болды, бір бәле болды. Сосын екінші попыткам мынау дейтін. Сондықтан да мен жұрттар сияқты 10 попытка түсіргім кеп тұрған жоқ. Вроде мынау видео нормальный деп ойлаймын. Сондықтан да топ-1 ала алмағаныма өте үлкен
кешірім сұраймын. Енді нормаль видео болды деп ойлаймын, но бәрібір де ше. Сондықтан да арнаға тіркеліп және лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Сендермен бірге болған Асхат. В общем, давайте.